Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді және пайдалы салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Салатқа бір қызылша үлкендеу, 2 лоба және 2 сәбіз қосамыз. Барлық көкөністерді қазір теркадан өткіземіз. Сәбізді өткізіп жатырмын. Тура осылай жаңағы барлық көкөністерді өткізіп шығамыз. Видеода мен тура жатқан терка сияқты терка қолдансаңыздар болады. Салаттарыңыз әдемі болып шығады. Ұзын жіңішке болып шығады жаңағы теркадан көкөністерді өткізген кезде. Міне барлығын өткіздім. Енді жарты үлкен қасық тұз қосып, жақсылап араластырамын. 5-10 минуттай жақсылап тұрып араластырамын қолыммен. Міне араластырып болғаннан кейін 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямын. Суы шығуы керек. Міне менде салат 1 сағат тұрды. Міне артық суы шықты. Енді артық суының бәрін аламыз. Суды алған кезде жаңа салаттарыңызды кішкене басып жіберсеңіздер су шығады. Енді чеснок қосамын. Мен 3 чеснок қостым. Бірақ дәміне қарай өздеріңіз қосаңыздар болады. Чеснокодавкадан сақтадым. Енді қазір қара бұрыш қосамын. Негіз дәміне қарай бір кішкентай қасық толы болады ғой. Кориандр қосам. Хмели сунели қосамын. Содан кейін салатты шетке алып қоямын да. Жуаны ұсақтап турап. Бәрін турап қойдым. Қуырамын. Жуа қызарғанша жақсылап тұрып қуырамын. Мен жуаны қуырды. Мен осы қуырылған жуаны салатқа бір кішкентай 70% уксус қосамыз. Және жаңағы қуырылған жуаны осы салатқа саламыз. Екі кішкентай қасық қант салдым. Дәміне қарай. Енді өздеріңіз дәміне қарай қосасыздар жаңа приправа бәрін. Жақсылап араластырамын. Міне кішкене тұз және бұрыш жетіспей тұрды. Мен дәмін көргенге салат сондықтан қостым. Салат дайын, ас болсын.